Сәлем достар, бүгін қалай майсыз, бірақ өте дәмді етіп, кабачкиден және де баклажаннан рулет дайындаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, одан да бөлек менің каналымнан көптеген хит рецепттерді таба аласыздар. Сол себепті каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Енді рулетімізді жасауға кірісеміз. Ең алдымен бізге орташа көлемдегі кабачки және де баклажан керек болады. Артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Егер де отбасыларыңыз үлкен болатын болса, бірден көбірек етіп жасағандарыңыз дұрыс. Ең бірінші қабатын осылай кесіп алып тастаймыз. Одан кейінгілерін жұп-жұқа етіп кесіп аламыз. Міне, шамамен осындай өлшемде болу керек. Баклажанды да дәл солай бірінші қабатын кесіп алып тастаймыз. Одан кейінгілерін жақсылап жұқа етіп кесіп аламыз. Міне, кабачки мен баклажанымызды дайындап алдық. Енді бізге керек болады панировочный сухарий және де 2 жұмыртқа. Жұмыртқаны ыдысқа салып аламыз. Жарты шай қасық тұз қосып араластырамыз. Баклажанымызды алдымен жұмыртқаға ұнатамыз. Одан кейін панировочный сухарийдің үстінен қойып, барлық жеріне тигізіп аламыз. Қыздар, мен осы кезге дейін тек қана жұмыртқаға батырып пісіретін едім, немесе баклажанның өзін ғана қуыратын едім майға. Сол кезде баклажан өте майлы болып, езіліп кететін еді. Бірақтан дәл осылай панировочный сухарийді пайдаланғаннан бері баклажан өте дәмді болып шығады, әрі езілмейді, майлы да болмайды, өте дәмді болып шығады. Әсіресе маған кабачкиден жасалған рулет қатты ұнайды. Егер сіздерге де ұнаған болса, комментарияда бөлісіп отырыңыздар. Міне, біздің кабачки және де баклажандарымызды панировочный сухарийға батырып алдық, барлығын дайындап қойдық. Табамызды отқа қойып, жақсылап қыздырып аламыз. Оның үстінен көп мөлшерде сұйық май құямыз. Майымыз жақсылап қызығаннан соң, баклажандарымызды салып, екі жағында қызартып пісіріп аламыз. Баклажандар піскеннен соң аздап майын ағызамыз, одан кейін қағаз сөлге төселген тарелканың үстінен қойып аламыз. Дәл осылай кабачкиді де екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Кабачкиіміз піскеннен соң, оның өзін бөлек сөлге төселген тарелкаға салып аламыз. Себебі кейбір кабачкилердің су шығып кетуі мүмкін. Сол себепті екеуін екі бөлек тарелкаға саламыз. Міне, кабачки мен баклажандарымызды жақсылап қуырып алдық. Енді оларды бөлме температурасына дейін суытып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге майонез және де сарымсақ керек болады. Сарымсақты үккіштің майда тісінен өткізіп қосамыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Салмасына тағы да ас көктерді турап қоссаңыздар болады, немесе бір ас қасық горчица қосып жіберсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Рулетімізді дайындауға кірісеміз. Алдымен кабачкиді қойып алдым, оның үстінен салмасын жақтым, яғни майонез жағып алдым. Одан кейін мен осындай салат жапырақтарын пайдаландым, кесіп қойып,
үстінен помидор қойып жақсылап орап аламыз. Барлығын дәл осылай жасаңыздар. Баклажанды да дәл осылай орап аламыз. Міне достар, біздің рулеттеріміз дайын болды. Көргендеріңізде өте оңай дайындалады, әрі өте дәмді болып шығады. Әсіресе қонақтар келгенде дайындасаңыздар, қонақтарыңыз сіздерге риза болып рецептін сұрайтын болады. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі келесі видеода үй жағдайында ең дәмді 2 түрлі коктейль жасаудың рецептісімен бөлісемін. Сол видеода кездескенше сау болыңыздар.